Экологиялық таза энергия көздері көлемін 15%-ға жеткізсек, Қазақстанда ешқандай АЭС салудың қажеті жоқ деген уәж айтып отыр. Келісесіз бе? Ол 15% мысалы болмайды. 2035 жылғы пайымдауым бойынша ол бір 10% ғана бүкіл генерация көзінің 10% ғана алып отыр. Көмірмен жұмыс істейтін станцияларды мәселен шығарамыз дейді. Енді мен оған мысалы келіспеймін, өйткені Атом электр станциясын салудан бір саяси мән іздеп жатады. әрине халықтың мүддесі үшін сырттан келген осы сигналдарды ескерген әрине жөн. Бірақ сіз сол сөзге сенесіз бе? Фукушимада болған апат 2011 жылы. Сол жердегі жапондықтар жаңа жерге келіп зертханалық жұмыстарымен сол жерде өткізеді. Қазақстандағы онкологиялық ауруға шалдыққан адамдарды диагностикалау және емдеу үшін радиофарм препараттар жасалады ол жерде. 700 км/сағатына ұшып келе жатқан ұшақтың құлауына да шыдап береді. Жалпы енді атом электр станциясынан радиоактивті негіз қалдықтар шығады ғой. Жылу электр станциясынан шығатын 200-300 мың тонна қалдықтарда одан да үлкен радиациялық сәулелену болады. Енді жаңа 400 адамды қайдан аламыз? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, көзі қарақты көрермен, назарларыңызда Айқын YouTube арнасы, оның жүргізушісі мен Қайнар Жұмағожа. Достар, біздің YouTube канал өткір сұрақтарға жүйелі жауаптар һәм салмақты сараптамаға толы. Тек сәл уақытыңызды бөліп, сұхбатымызды көріп, лайк деп тапсаңыздар, лайктеріңізді баса кетіңіздер. Себебі сіздердің басқан löпіл қалдырған пікірлеріңіз қадамымызға қанат байлап, шабытымызға шабыт қосары ақиқат. Ендеше көп сөйлеп созбайық, әдептен озбайық, күн тәртібінде атом электр станциясына қатысты, салу мәселесіне қатысты тағы бір келелі мәселені қозғайық. Ол үшін шақырылған арнайы спикеріміз бар, таныс болыңыздар. Қазақстандық атом электр станциялары жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жетекші инженері Асуан Сиябеков мырза. Асуан мырза, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, қош көрдік. Жақсы, енді қазір жұмыстарыңыз қауырт жүріп жатқан шығар. Атом электр станциясы салу бойынша алда енді 6 қазанда референдум өтеді. Отандастарымыз осы референдумда атом электр станциясын Қазақстанда салуға келісесіз бе деген сұраққа жауап беретін болады. Соған қатысты енді бүгінгі сұхбатымыздың ауанында тікелей соған байланысты болады. Енді өзіңіз осы атом саласында әсіресе 10 жылдан астам деп айттыңыз, жұмыс тәжірибеңіз бар, білікті кәнігі мамансыз. Бүгінгі сұрақтарымыздың негізгі басым бөлігі осы өзіңіздің салаға тікелей қатысты болады. Ендеше сұхбатымызды бастайық. Жақсы, рахмет. Енді әрине сұрақ көп, ел ішінде әңгіме сан сауал, ойын оңға, санасын санға жүгіртіп жатыр көпшіліктің. Салу керек, салмау керек деген бағанағы сарапшыларымыз айтып жатыр. Қараша халықтың басым бөлігі өз ойын әлеуметтік желілер арқылы әртүрлі форматта білдіріп жатыр. Дегенмен енді осы тұрғыда сіздің кәнігі маман ретінде пікіріңіз біз үшін аса маңызды және біздің қалың көрермен үшін де маңызды екені белгілі. Енді мынаны сұхбатымызды бір мына сұрақтан бастайықшы. Жалпы өзіңіз білесіз, 2017 жылы бізде Қазақстанда Экспо 2017 халықаралық көрмесі өтті. Сол көрмеде біздің бағанағы билік өкілдері дейміз бе, әлемге экологиялық таза энергия көздерін дамытуға бет бұрғандығын ресми мәлімдеді. Оның ішінде жел электр станцияларын салу, күн электр станцияларын салу мәселесі күн тәртібіне көтерілді. Әйткенмен неге аяқ асты қазір енді атом электр станциясын салу мәселесі бүгін күрт көтеріліп жатыр? Бұның қандай да бір себебі бар? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Жасыл энергияға өзіңіз айтып кеткендей, күн және жел электр станциялары жатады. Сонымен қатар қазір бір қатар әлем елдері, оның ішінде Америка құрама штаттарында, я болмаса Еуропа елдерінде, Еуропа одақтағы мемлекеттерде осы атом электр станциясының салу бойынша, оны эксплуатациялау бойынша, ары қаратай жұмыс істеу бойынша осы генерация көзін қазір жасыл энергияға да жатқызылады. Яғни бұл ешқандай да қоршаған ортаға көмірқышқыл газының, не болмаса ауыр металдар, азот қышқылдары деп айтып жатамыз, ондай заттардың шықпау есебінен бұл генерация көзі қазір жасыл энергия көзіне. Бізде жаңағындай елімізде жел қатысуға шыны керек. Күннің де шығуы жақсы бізде. Ол зерттелген, дәлелденген. Бірақ та әр генерация көзінің энергия жүйеде өзіндік орны бар. Яғни
ол күн мен жел электростанцияларын алып бүкіл жердің барына қойып тастасақ, біз сонымен мәселен бүкіл жағдайымызды шешіп, көмір мен істейтін станцияларды жұмыстан шығарып, газбен істейтін станцияларды жұмыстан шығарып тастамыз деген ол дұрыс емес пікір болып саналады. Өйткені жаңағындай олар күннің райына жаңағындай ауа райы, күннің шығу батуы бар, оның барлығына тәуелді болғандықтан ол тұрақты энергия көздеріне жатқызалмаймыз, өкінішке орай. Сол себепті де қазіргі енді жасыл энергия таксономиясына байланысты Қазақстанның 2060 жылға дейінгі көміртекті ізді болдырмау стратегиясына байланысты тұрақты генерация көзі керек. Оның өзі тағы да жасыл болу керек. Сол себепті де бұл жерде атом электростанциясы оңтайлы шешім біз үшін. Демек, атом электростанциясы бұл жасыл энергетика көзінің бір парасы болып есептеледі. Әрине, бұл бір парасы болып есептеледі, және де бұл 2018-ден шыққан нәрсе емес. Негізінен кеңестер дәуіріндегі Қазақстан кезінде де бұл әңгіме көтерілген 80 жылдары. Одан кейін тәуелсіздік алған айымне 90 жылдардың басында, 95-96 жылдары жоба жасалған. Балқаш атом электростанциясының жобасы. Өкінішке орай аяғына дейін жеткен жоқ. Ол неге аяғына дейін жетпеді? Мүмкін қаражат болмаған шығар. Енді Қазақстан болып тұрып жатқан кезде мен өзім пайымдауымша солай енді. Ол мүмкін қате болуы мүмкін, ол пікір. Одан кейінгі көтерілген мәселе 2008-2009 жылдары. Ол жерде жаңағы ББР 300 деген реакторды таңдалып, оған да біраз құжаттық жұмыстар, оның ішінде техникалық, экономикалық негіздеме жасалып қойған болатын. Өкінішке орай ол жаңағы Ақтау жобасы деп аталады, Ақтау қаласының қасында. Бұрынғы жылдам нейтронды атом электростанциясының орнына жаңағы ВБР 300 деген реакторлық қондырғыны сол жерге орналастырмақшы болған, бірақ ол да өкінішке орай аяғына жеткен жоқ ол жоба. Енді міне мынау 2008-ден бері қазір көтеріліп келе жатқан мәселе. Сол себептен біз содан бері біраз біздің мекеме жұмыс атқарған болатын, технологияны қарау бойынша ауданды жаңа атом электростанциясын орналастыратын аудан бойынша энергетикалық жүйеге аналитикалық жұмыстар жасалған болатын. Шынымен де бұл станция қажет па? Қай жерге орналасқан жаңағындай дұрыс болады. Осындай жұмыстар көтерілді. Сол себептен бұл енді 2017 жылы жасыл энергетикаға бет бұру мақсаты, содан кейін ғана атом электростанциясы енді көтеріліп қойған жоқ. Ол менің айтып бағым бұрыннан бері айтылып келе жатқан осы мәселелердің бірі. Енді соңғы кездері шынымен де жаңағы генерация мөлшерінің төмендеуі, ол жаңағы генерациялаушы жабдықтардың тозу деңгейіне байланысты, адамдар санының өсуіне байланысты, қазір бізде пиктік уақыт деп аталады, жоғары тұтынудың жоғарғы уақыты. Сол кездерде біз көршілес елдерден қандай да бір мөлшерде генерация көзін алуға мәжбүрміз, электр энергиясын. Енді осыны келешекте де ары қаратай да болдырмау үшін өзімізге жаңағыдай мен басында айтып кеткенімдей жасыл энергия беретін және тұрақты энергия беретін станция керек. Оның бір мысалы осы атом электростанциясы. Жақсы, енді қазір бана әңгімеміздің әліппесінде де айттым ғой, мына сарапшылардың басым бөлігі қазір әртүрлі әлеуметтік желілер арқылы өзінің пікірін білдіріп жатыр деп. Солардың біреусінің бір жазғаннан да бір пікірі бар да, экологиялық таза энергия көздері көлемін 15%-ға жеткізсек, Қазақстанда ешқандай АЭС салудың қажеті жоқ деген уәж айтып отыр. Келісесіз бе? Енді бұл жерде экологиялық жаңа аспектілерден бөлек энергетикалық тұрақтылық қой. Я бізде қазір мәселен атом электростанциясын санамағанда жасыл энергияға жататын баламалы энергия көздері, сол күн мен желден алынатын энергия көздерінің саны пайызбен генерацияда 6%-ға дейін. 23 жылғы көрсеткіш. 24 жылдың бірінші тоқсанында бұл 6,5%. Жақсы, бұл енді 2030-да мәселен 15% болды делік. Жаңағында бірінші жаңағы айтып кеткенге қайта ораламыз ғой. Бізге тұрақты энергия көзі керек деп. Демек ол тұрақсыз. Әрине, бұл жерде мәселен егерде бұлай шынымен де алып қарайтын болсақ, генерация жүйесінде 40%, 30%, 40%-ға дейін тұрақсыз энергия көзі болса,
бізде электр желіміз өзі тозып тұрған электр желісі одан да ары қаратай да жаңағыдай деградацияға ұшырайтыны анық ол. Сол себепті де оған мәселен бір қандай да бір энергия көзі істен шығып қалған жағдайда жел болмай қалған кезде мәселен оны резервтеу үшін энергия көзін қосуымыз керек. Оған біз мысалы ондай резервті газотурбинный жаңағыдай жабдықтар деп аталамыз, не болмаса бу газ жабдықтары деп аталады. Сонымен реттеуге болады оны мәселен. Ал атом электростанциясын бұл біз тек қана қарастырамыз тек базалық энергия көзі ретінде. Ол 15% мысалы болмайды, 2035 жылғы пайымдауым бойынша ол бір 10% ғана бүкіл генерация көзінің 10% ғана алып отырады. 10% ғана алып отырады яғни енді әрине 2060 жылға қарай мысалы бүкіл әлем елдері, оның ішінде Қазақстанда бар, көмірмен жұмыс істейтін станцияларды мәселен шығарамыз дейді. Енді мен оған мысалы келіспеймін, өйткені бір жағынан генерация көзін әр тараптандыру керек. Яғни ішінде жасыл энергетикадан тұратын мысалы күн, жел, атом электростанциясы, су станциялары болған дұрыс, одан кейін газбен жұмыс істейтін жаңағыдай реттеп отыратын станциялар болған жақсы, көмірмен де жұмыс істейтін станциялардың үлесі болған дұрыс. Бұл генерация көзін әр тараптандыру, яғни диверсификация көзі. Бір жәшікке, яғни бүкіл біздің жұмыртқаларымыз салып қоймай, оны әрбір яшықта ұстаған сол дұрыс деп ойлаймын. Сол себепті де бүкіл генерация көздері бізде елімізге ұстағанымыз. Қалың көпшілік өзінің оң бағасын беріп, атом электростанциясы яғни құрылысы жарайды басталып салынғанның өзінде біздегі қазір өзіңіз біледі екенсіз, алдыңғы біздегі сұхбатта да айтылды, энергия көздерінің 70% көмірге тәуелді деп. Атом электростанциясы салынған жағдайда тәуелділік, көмірге тәуелділік қысқарады ғой? Жоқ, қараңыз, ол мәселен 70% дегеніміз, ол 10 жылда оның көрсеткіші 50-ге ғана түсуі мүмкін. Яғни атом электростанциясы істеп тұрған кезде бізде көмірмен жұмыс істейтін станциялар болады, олардың үлесі генерация жүйесінде мысалы 50, не болмаса 40% болуы мүмкін. Жел және күн электростанцияларының жаңа үлесі 35-40% болуы мүмкін бұл кезде жаңағындай. Содан кейін атом электростанциясы мен жаңа айтып кеттім 10%. Жаңа мен жел және күннен алатын энергияның электр жүйемізде, жүктемемізде 35-40% болады деген маған ол сан ұнамайды шыны керек. Өйткені мен оны айтып кеттім ғой, сіз осының алдында. Егер де энергия жүйеде ондай тұрақсыз энергия көзі әрқашан болып тұратын болса, онда бізде электр желілері, ол тозығы жеткен электр желі одан да шаршап тұрады. Одан кейін жаңағы тұтынушыларға жеткілікті мөлшерде энергия көзін жеткізе алмай қалу қаупі бар ол кезде. Жақсы, енді қазір сарапшылардың басым бөлігі осы бір атом электростанциясын салудан бір саяси мән іздеп жатады. Сіздіңше бұл тек қана коммерциялық жоба ма? Әрине, біздің мекеме Қазақстандық атом электростанциялары бұл жобаны коммерциялық жоба ретінде қарастырады. Яғни біздің енді шын керек штатымызда саясаттанушы ешқандай жоқ. Яғни саяси не болмаса геосаяси жағынан. Оның өзін бізде ойлайтын үкімет бар. Яғни әрине көп жерде меңзеп жатады солтүстіктегі көршілерді, шығыстағы көршілердің несін, жаңағыдай қазіргі жағдайын салып бере ала ма қазіргі кезде бұл елдер деген сияқты. Мысалы технологиялық жағынан алып қарайтын болсақ, біз барлық жағынан бірдей қараймыз. Техникалық, экономикалық жағынан әрине халықтың мүддесі үшін сырттан келген осы сигналдарды ескерген әрине жөн. Сол себепті де жаңағыдай енді энергетикалық тұрақтылық мақсатында, экономикалық тұрақтылық мақсатында мысалы атом электростанциясы оңтайлы шешім. Оны жаңа қанша энергетиктер де айтып кетті. Осыған дейін сырттан келген, мен жаңа айтқанымдай, сырттан келген жаңағыдай сигналдарды ескеріп, дұрыс таңдау жасаймыз деп ойлаймын. Енді сіз инженер мамансыз ғой. Осы тұрғыда келесі бір сұрақ мынандай, жалпы осы атом электростанциясынан энергия көздері қалай пайда болады? Соны айтып бересіз ба?
Енді жылу электростанциясымен мысалы салыстырайық, бұл жерде химиялық процесс жаңағы жүреді. Жылу электростанциясында ол жерде қазандық, жылу қазандығы, ол жерде көмір жанады. Ол химиялық процесске жатады. Атом электростанциясында сол бөлігі ғана өзгеше жылу электростанциясы, қалған жағын барлығы бірдей. Ол дәл сондай суытылады. Ол жерде жаңа физикалық, ядролық физикалық процесс жүреді. Уранның бөлінуі, яғни уран критикалық масса арқылы ол жерде жылу бөлгіш құралдар деп аталады. Жылу бөлгіш құралдардың ішінде уранның 5%-ға дейінгі, егерде дұрыс айтатын болсақ, 4-45%-ға дейінгі дәрежедегі байытылған уран сол жерде критикалық масса арқылы барлығы жиылып отырып жылу бөледі. Үлкен жылу бөлінеді. Ол қопарылыс емес. Ол тізбекті реакцияны ұстап тұру үшін нейтрондардың ағымы. Бұл айтқанда, егерде ғылыми тілмен айтқанда, бөлшектердің жаңағы жан-жаққа атқылау арқылы жылу бөлініп, ішінде тұрған суды қыздырады. Яғни ол бірінші тізбек деп аталады, бірінші контур. Бұл жерде мүлдем оқшауланған, бұл бірінші тізбек, ешқандай да радиоактивті заттар сыртқа қарай шығып кетпейді. Ішінде әрине радиоактивті бұл процесс, ядролық процесс болғанда радиоактивлігі жоғары болады, бірақ та қазіргі технологиялардың арқасында ол сыртқа шығып кетпейді, тізбек барлығымен оқшауланған, жабылған. Яғни бұл жердегі су қызып кетпейді, үлкен температурада болғаннан кейін қысымда тұрады. Осы бірінші тізбектегі жылуды жылу бөлгіш құрылғысы арқылы екінші тізбекке береді. Яғни ол жерде бу генераторы бар. Ол жерде де су бар. Сол жаңағы түтікшелер арқылы берілген жылу екінші тізбектегі суды қайната отырып буға айналдырады. Ары қаратай дәл жылу электростанциясындағы жұмыс бу барып турбинаның қалақшаларын айналдырады. Турбинаны өзіміз білеміз, генераторға жалғанған. Ол жерде электр тоғын өндіріледі. Ары қаратай тұтынушыларға жіберіледі. Дәл сондай схема жылу электростанцияларында. Сол жердегі буды қайтадан конденсациялы күйіне келтіріп, суға айналдыру үшін ол жерде суыту керек. Сол кезде біз суды қолданамыз. Мәселе мынада болып тұр, ертеңгі күні атом электростанциясы салынған жағдайдың өзінде, немесе салынатын кездің өзінде біздің Қазақстанның кадрлық әлеуеті қай дәрежеде? Әрине бұған тиісті сала мамандары, энергетика министрлігінің өкілдері жауабын берді. Біз 100% дайынбыз, кадр тапшылығы болмайды деген әңгімені айтты. Бірақ сіз сол сөзге сенесіз бе? Әрине, өйткені бізде 20 мың адам бар. Атом энергиясы бойынша бізде 20 мың адам бар. Қазақстан бойынша? Қазақстан бойынша. Олар қазір қай салада жұмыс істеп жатыр? Атом энергетикасы дегеніміз, мысалы бізде заң бар ғой. Оның ішінде жаңағы уран өндіру, жылу бөлгіш құралдарын шығару, медициналық орталықтар, радиофарм препараттар жасау мәселен. Одан бөлек бізде 3 зерттеу реакторы бар, екеуі импульсті. Біреуі жаңағындай қысымдағы су реакторы, оларды реактор. Оған дейін бізде БН 350 деген жылдам нейтронда тұратын атом электростанциясы жұмыс істеген. 98 жылы оны эксплуатациядан шығарып тастады. Уран кенішіндегі қазба жұмыстарын, оның жерде бұрынғы жабылған мәселен кен орындарының рекультивация, онымен де жұмыс істейтін. Мысалы, соның барлығын мәселен санайтын болсақ, бізде 20 мың адамға жуық. Әрине, оның барлығын станцияға апарып ешкім жұмысқа істетіп қоймайды ғой. Мысалы, атом электростанциясына 2 мың адам керек. 2 мың адам. Енді қараңыз, бүкіл әлемдік тәжірибеде осы бір блокқа 1000 адам, 2 блокқа 2 мың адам. Қазақстанда енді 2 блокты станция қарастырылғаннан кейін 2 мың адам жұмыс істейтін болады. Оның 20% ғана осы атом саласының мамандары. 350-400 адам. 350-400 адам. 1600 адамдар ішіне энергетиктер, жұмысшылар дейді, электр қондырғылар бойынша жұмысшылар, турбинистер деп айтамыз. Одан бөлек әкімшілік жұмыскерлер, оның барлығы өзімізде бар ғой. Ол жылу электростанциясында жұмыс істеп жүр, мысалы, газ электростанциясында жұмыс істеп жүр. Ол энергетиктер мәселен. Енді 400 адамды қайдан аламыз? Оның жартысын, мәселен, біздің өзіміздің екі жаңағы белді институттарда дайындаса болады. Ядролық
физика институты Алматыдағы және де Курчаттағы ұлттық ядролық орталыққа дайындаса. Ол жерде мәселен физикалық қорғаныс, ядролық қорғаныс, радиациялық қорғаныс бойынша жұмыстар бар. Одан бөлек ядролық материалдарды есепке алу бойынша адамдарды жұмыс сол жерде дайындауға болады. Дозиметристерді, дозиметрист, радиометрист барлығын сол жерде дайындаса болады. Енді қалған адамды, мәселен, операциондық кадрлар деп айтайықшы, атом электростанциясын басқаратын кадрлар отыратын. Мәселен, бір жұмыс күнінде ол жерде кейбіреулер станцияларда 5 ауысым болады, кейбір станцияларда 7 ауысым болады, екеуі резервте, 5-еуі тұрақты жерде сол жерде отыратын. Мәселен, сондай, ол бір сменаның ішінде, мәселен, 50 адамға дейін болуы мүмкін. Енді сол барлығын жинап келе 200 адамды қандай да бір вендорды таңдалған кезде, егер де осы референдум нәтижесі оң болған жағдайда бір вендор таңдалады ғой, соның базасында, соның реакторында жағы біздің студенттерді, білім алған не болмаса жаңағы жұмыскерлерді сол жерде оқытып алуға болады. Яғни реакторға дайындап алуға болады. Сол себепті де кадрлар мәселесінен бізде ешқандай кедергі болмайды деп ойлаймын. Біздің азаматтарымыз тек қана қазір теориялық түрде білім алады деп айтып отырсыз. Ертең 2 университет айттыңыз ғой. Сол 2 университетте мысалға теориялық түрде білімін алса, одан бөлек мысалы 20 мыңға жуық біздің азаматтарымыз бар. Олар тек қана атом электростанциясына қатысты бағыттарда жұмыс істеп жатыр. Атом электростанциясында тікелей жұмыс істеп жатқан жоқ қой, бізде жоқ Қазақстанда атом электростанциясы. Ертеңгі күні ол азаматтар салынған атом электростанциясына барды. Олардың теориялық білімі бар шығар, яғни күмәнім жоқ, бірақ практикалық тұрғыда білімі жоқ қой. Бізде атом электростанциясы болмағандықтан. Олар қалай жұмыс істеп кетеді деген алаңдаушылық бар да. Шетелден азаматтар шақырасыздар ма, тәжірибелі? Екі институт бізде тек қана теория жүзінде оқытпайды. Ол жерде атом станциясы бар. Қай жерде бар? Алматыдан 20 километр жерде 57 жылдан бері 60 жыл бойы қазір зерттеу станциясы жұмыс істеп тұр. Ол сулы жаңағы не болмаса қысымдағы су реакторы деп аталады. Ол зертханалық реактор. Ол жерде дәл сондай операторлар жұмыс істейді атом электростанциясындағыдай. Басқару жүйесі атом станциясынан ол зертханалық станцияларды мүлдем бөлек қиын ол жерде. Өйткені ол жерде электр энергиясын алмайды ғой ешкім. Ол жерде әрқашан зертханалық мақсатта қолданады. 6 мегаваттқа дейін энергияның арасында мысалы зертханалық жұмыстар жүргізеді. Бір күні 2 мегаватт болса, ертең 2,5 болу керек, одан кейін 5, одан қайтадан 1 мегаватты көрсеткіштерді көріп отыру керек. Ал атом электростанциясында энергиялық мақсатында сіз 1200 мегаватт па, 1190 мегаваттқа дейін оны жоғары қойып қоясыз, сосын ол 18 ай бойы солай жұмыс істеу керек. Ана жерде жұмыс істеу бөлек. Ол екі импульсті реактор ол неде жұмыс істеп тұр қазір? Курчатовта жұмыс істеп тұр. Курчатов қаласында, мынау Абай облысында. Ол жерде екі импульсті реактор бар. Ол жерде де басқару жүйесі сондай. Ол жерде де энергетикалық мақсатта қолданбайды, бірақ та зертханалық мақсатта қолданады тағы да. Одан бөлек екі стенд бар. Eagle деген мәселен. Ол бірінші атом реакторына жаңағы сол жерге бір қандай да бір образец деп айтайын, соны қою үшін, үлгісін қою үшін бірінші жаңағы стендті зертханалық жұмыс жасап, сосын барып анаған сынама жасайды жұмыстарын. Ол мәселен ол жердегі жұмыстарға Фукушимада болған апат 2011 жылы. Сол жердегі жапондықтар жаңа жерге кеп зертханалық жұмыстарымен сол жерде өткізеді. Яғни Фукушимада апат не себепті болды? Активті аймақ деп айталады, жаңағы ядролық процесс жүретін аймақ. Қатты температураның әсерінен қызып кеткен болатын, балқып. Осы балқыманы тестлеу үшін сол жақта жаңағындай қандай материал оған төзімді, екінші жағдай сондай болмау үшін. Сондай материалды біздің ғылыми жұмыскерлер, жаңағы қызметкерлер жапондықтар үшін жасап беріп отыр. Оны біз енді істеп тұрған реакторды жоқ деп айта алмаймыз ғой. Ол жерде тек қана теория емес. Теорияны бізде екі университет оқытады. Қазақ ұлттық университеті
Әл Фараби атындағы, сосын мынау Астанадағы Лев Гумилев атындағы ұлттық университет, Еуразиялық ұлттық университет. Ол жерде базалық білім береді, ядролық физика бойынша. Ол жерде әрине теорияны ғана оқытады. Оны апарып, жаңағы реакторларға ешкім отырғызып қоймайды. Жаңа мен айтқандай, қандай да бір вендор таңдалған кезде, осы 10-12 жылдың ішінде егер де жоба өзінің уақытымен жүретін болса, сол уақыт аралығында біз жаңағы 2000 адамның 20%-ын сол кезде дайындап аламыз. Дәл сол реакторға. Демек, біздің қазір мамандарымыздың да тәжірибесі толысқан деп айтуға мүмкіндік бар. Әрине. Жақсы. Енді өзіңізде бағанағы мына ғылыми жетістік жайында айтып қалдыңыз ғой. Осыны бір тереңірек ашып беріңізші бізге. Атом электр саласындағы біздің ғылыми жетістіктеріміз қазір қай дәрежеде? Мәселен, дәл сол ұлттық ядролық орталығындағы жапондармен бөлек американдық әріптестермен де олардың жұмысы бар. Француздық әріптестермен де бірге жасалатын жұмыстар бар. Мәселен, ТВЛ деп аталады, жылу бөлгіш құрыл элемент деп аталады. Соның конструкциясында алға жылжулар бар, қандай төзімді материалдарды қою мақсатында. Одан бөлек Ресей Федерациясымен Брест ода 300 деген жылдам нейтронды, ол жерде қазір жылдам нейтронды реакторды жұмыстан өздерінде неден өткізіп отыр, Северск деген қалаларында, Новосибирск жақта. Солармен бірге тағы да ғылыми жұмыстар жасалынады. Ол жылдам нейтронды реакторлар дегеніміз алдағы 4-ші буындағы реакторлық технологиялар мысалы. Әлі ондай істеп тұрған мәселен прототиптері жоқ болса да, өнеркәсіптік мақсатта ондай реакторлар жұмыс істеп тұр. Ол реакторлар нені бізге алып келеді мәселен? Ертең бізде атом электр станциясы болған жағдайда, көбісі айтады, жұмыс істеп шыққан отынды қалдық деп айтады. Оның барлығын қалдық, біздің елімізді қалдыққа толтырады деген жаңағыдай сөздер бар. Ал онымен де қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр, жаңағы пайдаланылған отынмен. Пайдаланылған ядролық отын дегеніміз реактор 18 ай бойы жұмыс істеп тұрған кезде одан шығатын жаңағыдай бірінші салған отынның бұл қалдық емес. Бұны қалдық деп айтуға болмайды, жаңағы сол отын болып қалады бұл. Бұл отын жаңағы жылдам нейтронды реакторлардың қолдануға болады. Яғни мысалы, жаңағы бірінші загрузкада болған отын, ол өте алып шыққан кезде жылу бөлгіш болып тұрады. Оның радиоактивтілігі өте жоғары болып тұрады. Ол жаңағы минорды актиниттер деп аталады. Ішінде өте радиоактивтілігі жоғары элементтер бар. Жаңағындай нептуний, америций деген сияқты, кюрий деген элементтер бар. Табиғатта кездеспейтін. Ол реакторлардың жұмыс істеген кезінде сондай элементтер түзіледі өзі. Плутонийдан бөлек трансурандық элементтер деп аталады, минорды актиниттер. Осылардың жылулығын төмендету және де жартылай ыдырау периодын төмендету мақсатында, радиоактивтілігін төмендету мақсатында жылдам нейтрондағы реакторларда бұны арғаратай өртейді, яғни одан да отын алып электр энергиясын алады. Осындай реакторларды қазір Ресейде, Францияда қазір іске қосып жатыр. Осыған біздің ядролық орталықтың мамандары өте үлкен ауқымды жұмыс жасап, өздерінің біліктілігінде өсіріп жатқан көруге болады. Одан бөлек, мынау Алматыдағы мәселен ядролық физика институтын алып қарайтын болсақ, ол жерде сол реактордың көмегі арқылы, атом реакторының көмегі арқылы Қазақстандағы онкологиялық ауруға шалдыққан адамдарды диагностикалау және емдеу үшін радиофарм препараттар жасалады ол жерде. Фтор, йод 131 деген радиоактивті элементтер бар, технеций деген сияқты. Соны сол реакторде алады. Қазақстанда қателеспесем 4 не болмаса 5 жаңағы онкологиялық орталықтарға соны жіберіледі. Яғни адамдар ауырған кезде сол дәрілерді денелеріне жіберу арқылы диагностикадан өткізеді. Одан жаңағындай сауықтыру мақсатында оны ем шара қолданады. Қазіргі біз енді мақтана алатын қазіргі жетістіктер осы. Бізде мысалға қазір атом электр станциясы 3+ реакторлы
салынайын деп жатыр дейді. Енді осыны бізге түсіндіріп беріңізші, бұл реакторлардың алдыңғы реакторлардың айырмашылығы қандай және бұның қауіпсіздік дәрежесі қай деңгейде? Қазақстанда осындай енді сәтті пайдалану үшін атом электр станциясын жобалық уақыты 60 жыл, оны кейін 80 жылға дейін созуға болады ғой. Осы аралықта дұрыс және ешқандай мысалы апаттық жағдай орын алмау үшін біз тек қана соңғы үлгідегі соңғы буындағы реакторларды қарап жатырмыз. Осы атом электр станциялары бойынша не болмаса атом энергиясын қадағалау бойынша өз агенттік бар осындай. Атом энергиясын қадағалау бойынша агенттік деген Біріккен ұлттар ұйымының қасынан құрылған жаңағы үлкен агенттік. Яғни Қазақстан оған 94 жылдан бері мүше ел, тәуелсіздік алғалы бері. Сол агенттіктің ұсынысы бойынша осындай реакторларды енді іске қосатын не болмаса қарастырып жатқан елдерге тек референтті блоктар деп аталады, тәжірибеден өткен блоктарды қарастыруға ұсыныс береді. Сол мақсатта біз сол мақсатты алдыға қоя отырып, қауіпсіздігі жоғары соңғы үлгідегі соңғы буындағы технологияны қарап жатырмыз. Оған дейін бірінші, екінші блоктағы буындар болған. Ең бірінші блок бұл 57 жылы біз қарастырып отырған, мәселен, қысымдағы су реакторлардың бастауы Америка Құрама Штаттарында Шиппингпорт деген атом электр станциясынан бастау алады. Ол реактор дұрыс жұмыс істеді, 20 жылға уақыт, онdan ол жабылды. Қазақстанда қарастырып отырған бұл бірінші де емес, екінші де емес, үшінші буын, және 3+ буынды деп аталады. Бұл реакторларда ешқандай да апаттық жағдай орын алмаған бұрын соңды. Екінші буынға жататын жаңағы Фукушима мен не болмаса Чернобыльдегі апат, бұл екінші буынға жатады, және де бұлардың типі бөлек. Қысымдағы су реакторлары емес бұлар. Біреуі каналды реакторлар дейді графитте, екіншісі жаңағы қайнатылатын реакторлық технология деп айтасы болады, СБР дейді, жапондық өте жақсы негізі технология. Бұл жерде Жапонияда адамдардың әсерінен болып тұр ғой, апаттық жағдай. Және табиғаттың әсерінен. Технологиясы негізі жақсы болған олардың. Бірақ та осы тәуекелдердің бәрін ескере отырып, қысымдағы су реакторларын қарастырып отырмыз. Әлемде 415 реактор бар, оның 213-і қысымдағы су реакторлары. Бұл жерлерде енді бірінші буында да, екінші буында ешқандай апат болмаған. Енді айырмашылығына келетін болсақ, қазіргі жаңа буындарда контейнмент деген үлкен қабықша құрылғысы бар. Оның қалыңдығы 1 метр бетоннан жасалады, болат бетоннан 1 метр, ешқандай да ішінде бір жағдай орын алып жатқан болса, ол сыртқа шығаруға мүмкіндік бермейді. Радиоактивті заттардың мысалы. 9 балға дейінгі жер сілкініске жағындай төтеп бере алады. Қандай да бір үлкен антропогендік жағында зерттеген болатын әртүрлі симуляциялар арқылы, оның ішінде механикалық және де компьютерлік симуляциялар арқылы 700 км/сағатына ұшып келе жатқан ұшақтың құлауына да шыдап береді. Одан кейін жаңағыдай сплинкерлік жүйе деген болады, одан бөлек активті пассивті жүйе деген бар. Мәселен, пассивті жүйе, мысалы, Фукушимада болған станцияда егер пассивті жүйе болса, ол ондай жағдай болмас еді, орын алмас еді. Яғни реакторда тұрған сутегінің көлемі көп болған себептен жарылып кетті. Егер де суыту үшін сондай су болатын болса, пассивті жүйеден кетіп тұрған, ол ондай болмайтын бет. Осыған дейін. Одан бөлек реактордың өзі тұратын реакторлық қондырғының қабықшасы бар. Ол 20 сантиметрге дейін қазір болаттан жасап, оны 100 жылға дейін жұмыс өтілін созып қойған. Тағы да мәселен мен айтып кеттім, біздің ғалымдар да оған қатысқан деп, Японияда, Жапонияда активті аймақ еріп кетті ғой асты қарап. Қоршаған ортаға әсер етіп кетті ол. Реактордың түбіне түсіп, жерге түсіп, ол қоршаған ортаға әсер етіп кетті. Сондай жағдай егер орын алатын болса, қазіргі станциялардың астында тұзақ болады. Балқыма сол тұзаққа барып, оқшауланып, сол жерде қалып қояды. Әрине, бұның барлығы қаншама қаражаттың арқасында жасақталған. Мәселен, 50%-ға дейінгі ақша атом электр станциясының сол қауіпсіздік мақсатын жоғарылату үшін қолданылған шара. Сол себепті де қазіргі реакторлар қымбат. 3+ реакторлы атом электр станциясы кибер шабуылдарға қаншалықты төтеп береді?
Әрине, ондай да қорғаныс жүйесі бар. Ол физикалық қорғаныс жүйесі деп аталады. Физикалық қорғаныс жүйесіне бұрынғы технологиялармен мысалы салыстырғанда бұлардың қорғаныс жүйесі өте мысалы мықты. Енді мен сізге қандай ол жерде система болатынын айта алмаймын. Өйткені ол бір жағынан коммерциялық енді құпия ғой. Мысалы қандай елдердің өзінің әрқайсының өзінің Демек кибершабуылға төтеп беретіндей қауқары жетеді. әрине, өйткені ол бірінші кезекте біз жаңағы диверсия деп атаймыз. Ол физикалық қорғаныс жүйесі. Үш қорғаныс қой, ядролық, радиациялық, одан кейін физикалық. Физикалық қорғаныс жүйесі де бұл жерде есептелген. Жалпы енді атом электр станциясынан радиоактивті негізі қалдықтар шығады ғой. Шығады. Сол радиоактивті қалдықтардың өзі адам денсаулығына, экологияға ешқандай әсері болмай ма? Енді қараңыз, бұл жерде техникалық регламенттер бар ғой әртүрлі. Әрине оны бейберекет апарып тастап кетсе, ол адам денсаулығына әрине зиян болады. Бірақ онымен өзінің жұмыстары бар. Әртүрлі технологиялық регламенттер бар, инструкциялар бар, радиациялық қауіпсіздік бойынша мәселен. Сол егер де шарттардың барлығын орындайтын болсақ, ешқандай да зиян болмайды. Және бұл қалдықтың мөлшері өте аз. Мәселен, жаңа мен айтып кеттім ғой, пайдаланылған ядролық отын қалдық емес. Радиоактивті қалдықтарға мәселен активті аймақта қандай да бір әрқашан тазалау жұмыстары жүргізіледі ғой. Сол кезде мысалы тазалап жуу кезіндегі ветош деп айтады, шүперек мәселен, соны басқандай да қалдықтармен бірге сақтамайды. Ол радиоактивті қалдық деп аталады. Яғни мүмкін ол жерде альфа-бетті сәулелену бар. Мысалы, біз радиацияны көзбен көре алмаймыз ғой. Оның тек қана біз жаңағыдай артынан последствия дейді ғой, соны ғана мысалы уақыт өте келе сезіліп кетуі мүмкін. Сол себепті де барлығын жуып шайып, оны тастап, бейберекет тастап кетпеу үшін, оның барлығын ол жерде радиация болса да, болмаса да, сәулелену болса да, оны бөлек контейнерлерге салып сақтап қояды. Яғни бір станцияда, мысалы бір реакторда ондайдың мөлшері 50 текше метрге тең. 50 текше метрге тең. Жылына. Ол өте аз мөлшерде. Мәселен, жылу электростанциясынан шығатын 200-300 мың тонна қалдықтарда одан да үлкен радиациялық жаңағыдай сәулелену болады. Оны білмеймін, енді экологтардың жаңағыдай кейбіреулері айтып жатады ғой, АЭС-ке біз қарсымыз деп, бірақ жаңа жылу электростанцияларына ештеңе деп айтпайды. Яғни егерде білікті дозиметрист болса, жылу электростанцияларының қасында көмірдің өзінен дозиметрлік құрылғы арқылы қанша радиация келіп тұрғанын көруге болады. Және де ол жұмыс істеп біткеннен кейінгі күл қоқыста қанша бар екенін білуге болады. Мен жаңағы көмір қышқыл газын мүлдем қарастырып тұрған жоқпын. Одан жаңағыдай түтін болып шығып залатвал дейді ғой. Сол жаққа барып, жаңағы күлдің мөлшерін айтып тұрған жоқпын. Оның барлығы мысалы залатвалда жатыр ғой. Ал атом электростанциясында ондай мүлдем ондайға жол жоқ. Оны адамдардың денсаулығына немесе қоршаған ортаға зиян тимеу үшін контейнерлер деген болады өзі. Тук деген транспортный упаковочный контейнерлер, соған бәрін салып, оны өзі физикалық қорғанысы бар аймаққа сақтап қояды. Енді жалпы қазір қай өңірге салу жоспарлануда? Үлкен ауылына ғой. Ұсынылып отырған қазір аудан сол. Осыған дейін Абай облыста қарастырған болатын. Курчаттағы Семей полигонына қарасты жерлер. Одан кейін енді энергетикалық мақсатта, мәселен, солтүстік пен оңтүстікті қосатын үлкен электр желілер торабы бар, 500 киловольттық. Сол жерде осы үлкен ауылның маңайынан өтеді ол. Яғни ол орталық болып саналады. Солтүстікті де, оңтүстікті де ертең қамтамасыз ету үшін. Ол себепті де энергетиктердің ұсынысы бойынша біз ұсынып отырған аудан ол үлкен ауылның ауданы. Бұл әлі ешқандай шешім жоқ. Осы жерде болады деген. Бірақ та егерде енді референдум нәтижесі оң нәтиже берген жағдайда біздің ары қаратай жұмыс мәселен сол болады. Ауданды анықтау, ол жерге инженерлік ізденістер жүргізу мәселен. Ол бір ай, екі айдың көлемінде емес қой.
мысалы аудан таңдалғаннан кейін ол жерге 1 жылдың астам көлемде оның жылдық қандай құбылыстар болатынын байқау керек. Мәселен, тарихи деректерді көтеру керек. Оны алдағы станциямыз 60-80 жыл болғаннан кейін алдағы 100 жылға дейін судың мөлшерін біз қадағалауымыз керек болады. Сейсмикалық жағдай қалай болатынын көруіміз керек болады. Осындай үлкен жұмыстар әлі алда. Сол себепті де ауданды қазір біз ұсынып отырмыз. Әрине ол жерге де бұрынғы тарихи деректерге сүйене отырып, өзіміздің де зерттеулерге сүйене отырып, қазір ауданды ұсынып отырмыз. Бірақ та қандай да бір реакторлық технологияны сол жерге қою үшін ол жерге тағы да қосалқы жұмыстарды жүргізу керек болады. Жақсы, енді өзіңіз айтып отырған ол өңір негізі Алматы облысына тиесілі ғой. Ол өңірде өзіңіз білесіз, жер сілкінісіне қатысты бағанағы дүмпулер көп болады. Әрине ол төңірегінде өзіңіз айттыңыз, 9 балдық жер сілкінісіне дейін төтеп беретіндей қауқары бар деп. Енді келесі бір сарапшыларымыз мынандай бір пікір білдіріп жатыр. Арғы жағы Алматы облысы дейді, сол үлкен ауылын айтып отырды. Арғы жағы Алматы облысы, бір шеті Жамбыл облысы. Бері қарай ауыл аймақ, Шымкент, Түркістан, бермен қарай Қызылорда өңіріне өте бейім дейді. Жақын аймақ. Ал бұл жерлерде шығыстан солтүстіктен соғатын жел 500 шақырымды шарпып өтеді дейді. Оның радиациялық әсері осы өлкелерге әсер етпей ма деген сұрақ бар дейді. Қалай жауап бересіз? Терминдер бар ғой. Преобладающий деген бар, постоянный деген бар. Мысалы, біз оның да роза ветров дейді ғой. Желдің соғу бағытын да байқаған болатынбыз. Қалай қарай көп соғады, қалай қарай жақта аз соғады, қай жақта жиірек соғады, қандай күшпен соғатынын оны біз қарастырған болатынбыз. Мәселен, енді соңғы буындағы реакторлық технологиялар қандай да бір апаттық жағдай болса, жаңа контейнменттен яғни шықпайды. Егер де әрине ондайды ешкім қаламайды ғой. Иә. Бірақ та ондай ықтималдық болған күннің өзінде жағдайдың болған, ол жаңа контейнменттен ешқайда шықпайды мысалы. Яғни бұрынғы реакторларда енді санитарлық қорғау аймағы деген бар ғой, осындай радиациялық объектілерде санитарлық қорғау аймағы деген бар. Одан енді жаңағыдай бақылау аймағы деген бар. Бақылау аймағы 30 км, санитарлық қорғау аймағы 3 км мәселен. Ал қазіргі буындағы реакторларда бұның ешқайсысы жоқ. Яғни бұндай аймақтарда негізі адамдардың шоғырлануы аз болу керек, өнеркәсіптің болмауы керек деген сөз бұл. 3 км, 30 км аймақта. Ал қазіргі технологияларда осы санитарлық қорғау аймағы сол реактордың өзімен ғана шектеледі. Яғни өте қауіпсіздік жағынан өте жоғары. Ал ықтималдықтың болуы оның минус дәрежесіне тең. Ол дегеніміз 10 миллион жыл жұмыс істесе, сондай апаттық жағдайдың болуы бір рет болуы мүмкін деген сөз. 10 миллион жыл. Иә. Бірақ енді ол 10 миллион жыл деген мысалы өте үлкен ғой енді. Станция өзі 60-80 жылға дейін жұмыс істейді ол. Одан кейін оны алып тастайды мүлдем. Рахмет сізге уақыт тауып сұхбат беруге келіскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Иә достар, осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз тәмам. Бүгін бізде қонақта болған Қазақстандық атом электр станциялар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жетекші инженері Асуан Сиябеков. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.